Сәлем, пайдалы ақпараттармен бөлісетін пайдалы кеңес арнасының көрермендері. Бүгін әдеттегідей күнделікті тұтынып жүрген жемістің біздің ағзамызға пайдалы немесе зиянды екенін айтатын боламыз. Арнамызға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі видео қияр туралы болмақ. Жемістің пайдасын айтпай тұрып, қияр туралы қызықты ақпараттармен бөлісіп алайық. Қияр шамамен 95-97% судан тұрады. Әйгілі Египет патшайымы Клеопатра өзінің сұлулығы үшін қиярға қарыздармын деп мәлімдеген. Ол қиярды күнделікті тұтынатын болған. Ежелгі мысырлықтар қиярды басқа бағалы сыйлықтармен бірге перғауындардың қабіріне қойған. 1 килограмм жаңа піскен қиярдың құрамында небәрі 150 калория бар. Ең қызығы 27 шілде халықаралық қияр күні. Қиярдың құрамында күнделікті қажетті дәрумендер бар. Бұлар В1, В2, В3, В5, В6 және С витамині. Фолий қышқылы, кальций, темір, магний, фосфор, калий және мырышта кездеседі. Қияр әр дастарханның сәнін келтіретін көкөніс. Қиярдың дәрілік қасиеттері адамға ежелгі заманнан мәлім. Терінің күйген немесе зақымданған жерін қиярды қою арқылы емдеуге болады. Косметика саласында да үлкен орын алады. Қияр көптеген теріні ағартатын кремдердің құрамында бар. Сонымен қатар қиярды табиғи күйінде немесе тұздап тағамдарға пайдаланады. Қиярдың ағзаға келесідей пайдалары бар. Бірінші, ағзадағы улы керексіз заттарды шығарады. Екінші, артық салмақтан арылуға көмектеседі. Өйткені оның құрамында ағзадағы көмірсуларды майға айналдыруға жол бермейтін қышқыл бар. Үшінші, шаршағанды басады. Шаршағаныңызды тез арада басу үшін бір қияр жеу кофе, шайдан немесе сусыннан жақсырақ. Төртінші, көптеген аурулардың алдын алады. Қияр қатерлі ісік дертінің пайда болу қаупін төмендетеді. Сонымен қатар қанның құрамындағы холестерин деңгейі мен қан қысымының бір қалыпты болуын реттейді. Қияр шырыны ұйқы безінің инсулин бөліп отыруына көмектесетін гормоннан тұрады. Сондықтан да бұл көкөніс сусамырмен қиналатындар үшін таптырмас дәрумен. Бесінші, ауыздағы жаман иісті кетіруге болады. Ол үшін бір тілімін таңдайыңыздың астына 30 секундқа қою қажет. Алтыншы, бас ауруынан құтылуға болады. Ол үшін бірнеше тілімін жеу керек. Жетінші, шиеленіс пен қалжырағандықты кетіруге болады. Ол үшін қайнаған судың ішіне бір қиярды жіңішке тілімдермен кесіп салып, бөлмеңізге қойыңыз. Әзірге қияр туралы ақпараттар осы. Назар аударып тыңдағандарыңыз үшін рахмет.